басқа салаға, өнер саласына, жаңағы әкем суретші болғаннан кейін сол салаға баруды көздегенмін. Оқу бітіргеннен кейін жаңағы 20-шы мектепте, кейін осы Назарбаев зияткерлік мектебіне ауыстым. Өнер саласына кеткенім дұрыс па деп ойлар едім. Соның ішінде дәстүрлі өнерді қалам ұстатып, әріп танытқам, ол енді Қани папайым. Қорықпау, батыл болу, қоғамға кіріп кету. Ең бірінші әрине мен Абай жолын айтар едім. Екінші кітапты Көшпенділерді айтар едім. Енді үшінші кітап ретінде Шыңғыс Айтматовтың қай шығармасын болса да оқи беру керек сияқты. Әлеммен теңесіп қана қоймай, солардың алдына шығаратындай бір нәтижеліге жетсе екен деймін, және сондай күндерді көрсек деймін. Сондай күндердегі мұғалімдердің қатарынан болсам ба деп армандаймын.